Әкесінің қолынан келмегеннен кейін ол өз қыздарын теннистен чемпион қылып шығарады. Сәлем достар, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін сіздерге Король Ричард деген фильмді түсіндіріп беретін боламын. Бұл фильмнің ең басты кейіпкері Ричард Уильямс деген қап-қарашқа жігіт. Ол теннис десе жанын бере салатын адам. Бірақ оның балалық шағы бұзақылардың арасында қиындықпен өткеннен кейін ол тенниске қатыса алмаған екен. Сөйтіп енді 5 қыздың әкесі атанып, өзінің көріп өскен қиындықтарын бала-шағасы көрмесін деп қыздарын тенниске үйрете бастайды. Ол үшін Ричард күн сайын таңертең қымбат теннис ойнайтын жерлерге барып, ойыннан кейін қолданылған доптарды теріп жүреді. Өйткені жаңадан алайын десе, олардың жағдайлары тым төмен. Сөйтіп ол әртүрлі жаттығушыларға барып, қыздарымды үйретші деп жалынып жүреді. Бірақ оның қыздарын ешкім тегін үйреткісі келмейді. Оның қыздары шын мәнінде жақсы. Мысалға, бос уақыттарында құр жатпай, қағаз таратып ақша тауып жүреді. Ал сабақтары болса өте жақсы. Өйткені әке-шешесі оларды қатты қадағалайды. Сөйтіп Ричард қыздарын өзім-ақ үйретемін деп, күн сайын оларды тенниске алып барады. Олар үшін ауа райы деген сөз емес. Қатты жаңбырлы күн болып тұрса да, олар еш ауырсынбай жаттығуға шығады. Бір күні жаттығу барысында бір қап-қара машина мініп алған баклажан балалар келіп, оның үлкен қызына тиісе бастайды. Сосын әкелері қыздардың машинасына отырғызып, өзі жаңағы жігіттерге барып, ұялмайсыңдар ма деген кезде өзі таяқ жеп қалады. Ричард еш сыр бермей, түк болмағансып үйлеріне барып, рахаттанып кештерін өткізеді. Сосын әйелі уайымдап, не болар екен деп тұрса, Ричард оған: еш уайымдама, барлығы менің жоспарым бойынша келе жатыр дейді. Ричард дәл сағат кешкі 10-да қыздарына барып, ұйықтаңдар дейді. Олардың жағдайларының төмендігі соншалықты, амалы жоқтан 5 қыз кішкентай ғана бөлмеде сыйысып ұйықтайды. Ричард оларды көріп, жаны ашып: шамалы шыдай тұрыңдар, сендердің өмірлерің жақында жақсы болады дейді. Қыздарын ұйықтатып болғаннан кейін Ричард түнгі сменге қарауыл болып жұмысқа барып, ол жерде де теннисті зерттеп кітаптарын оқып отырады. Демалыс күні Ричард өзінің отбасын кішігірім кафеге апарады. Сендер тамақ ішіп отыра беріңдер, ал мен шамалы тенниске дайындалайын деп өзі шығып кетеді. Тыныш қана өзімен өзі жаттығу жасап жатса, бағанағы баклажандар келіп, Ричардты ұрып тастайды. Сосын Ричард есін жиып, егер де мен олай-бұлай болып кетсем, қыздарымды кім қорғайды деп, жаңағы жігіттерді сабалауға бара жатса, оның жолы болып, баклажандарды басқа бір бандиттер келіп атып кетеді. Бір күні Ричард өзінің ең мықты әрі үлкен қыздарын алып, байлардың теннис ойнайтын орталығына келеді. Бір тренерге айтып, тым болмаса қыздарының қалай ойнайтындарын көрші дейді. Тренерге олардың ойнағандары ұнайды, бірақ оларды дайындау үшін көп ақша керек дейді. Сөйтіп қыздары көңіл күйсіз отырса, әкесі келіп: еш қайғырмаңдар, барлығы әлі алда деп қыздарына біраз күш береді. Сосын оларға анасы да қосылып, барлығы бірге дайындыққа шығады. Сосын бағанағы тренер Ричардқа: жарайды, сенің қызыңды жарыстарға қатыстырып көрейік. Ричард оған келісіп, қызын жібереді. Оның қызы барлық қарсыластарын бірінен кейін бірін жеңеді. Үйлеріне қайтып бара жатса, Ричард қыздарына: мақтануды қойыңдар деп ұрсып береді. Қыздары қоймаған соң, Ричард оларды машинадан түсіріп кетеді. Сосын сендерге сабақ болсын деп, қыздарын қайтадан алып: естеріңде болсын, мақтаншақтық жақсы нәрсеге апармайды дейді. Кешке жақын барлығы бірге мультфильм көріп болғаннан кейін, Ричард қыздарын тағы да жаттығуға алып кетеді. Олардың жолы болып, енді бұл районды ұстайтындар алдындағы бұзақы айуандар емес, жаңадан келген жақсы жігіттер екен. Бірнеше уақыттан кейін Ричардтың қызын газетке шығарады. Ол 1 жылға жетпей 20 рет теннистен чемпион атағын алыпты. Оларға басқа да ұсыныстар келіп түсе береді. Бірақ Ричардқа олар ұнамайды. Бір кезде Ричард ең мықты тренермен байланысып, екеуі жолығады. Ричард оларға өзінің ережелерін айтып: сендер бізді толығымен үй, тамақ, барлық нәрсемен қамтамасыз етесіңдер дейді. Тренері болса, амал жоқтан онымен келіседі. Арада бірнеше уақыт өтіп, оларға танымал біреу келіп, $3 миллион келісім шарт жасайық дейді. Бұл жолы Ричард өзін ұстап, қызым дұрыс шешімді өзі қабылдасын дейді. Қызы бұл ұсыныстан: мен әлі ондай жетістікке жеткен жоқпын деп бас тартады. Келесі күні тағы да жарысқа шығып, мықтылардың біреуін жеңгеннен кейін, кешегі жігіт келіп, 3 емес $4 миллион ұсынады. Бірақ қыз болса, ең соңғы чемпионды жеңгеннен кейін ғана ол ұсынысты қабыл аламын дейді. Ал финалға да келдік. Қарсыласы Ричардтың қызы мықты екенін түсініп, қолықпенен оны жеңіп кетеді. Жарыстан кейін көңіл күйсіз отырған қызға әке-шешесі барып: әлі барлығы алда, сен бұл кубоктың әлі талайын аласың дейді. Сөйтіп далаға шығып қалса,
фанаттары көп екенін түсініп, қыз қуанып, қайттан өзіне келеді. 9 айдан кейін олар 4 емес 12 миллион долларға келісім шарт жасайды екен. Осымен керемет адамға күш берерлік фильм бітті. Достар, біздің каналымыздағы басқа да видеоларды көріп кетіңіздер. Және лайк басып, подписка істеп, комментарийда өз ойларыңызбен бөлісіп кетуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеода кездескенше.